Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағының 55-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация етіңдер, себебі біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өз үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Сондықтан балалар міндетті түрде біздің арнамызға подписация етіңдер. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде тұрлаулы мүшелер. Енді балалар, 17-ші жаттығу оқы сөйлемдерді сызбамен сәйкестендір, қай сызба қай сөйлемге сәйкес келетінін түсіндір дейді. Енді балалар, бұл жерде қарлығаш ұшты, жаңбыр жауды деген бізде екі сөйлем берілген екен, иә. Енді балалар, бұл жерде қарлығаш ұшты дегеніміз бізде бірінші суретке сәйкес келеді. Ал жаңбыр жауды дегеніміз екінші суретке сәйкес келеді екен, иә. Енді балалар, астында бізде сызбалар көрсетіліп тұр. Не қылды? Нелер қайтты деген, иә. Осы сызба арқылы біз сөйлемге сәйкес келетінін біз түсіндіруіміз керек екен, иә. Қай сөйлем қай сызбаға сәйкес келеді. Және де балалар, бұл сөйлемдегі сөздер қандай сұрақтарға жауап береді дейді. Енді балалар, бірінші бізде қарлығаштар ұшты, иә. Қарлығаштар ұшты дегенде бізде балалар не істеді? Ұшты болады, иә. Яғни, қайтты, яғни ұшты дегеніміз бізде баяндауыш екен, иә. Қарлығаштар нелер? Бұл бізде бастауыш екен, иә. Келесі бізде жаңбыр жауды деген бізде не қылды? Жаңбыр жауды, не қылды? Бұл бізде баяндауыш екен. Ал жаңбыр дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни бастауыш екен, иә балалар, бұл жерде. Осылай балалар, сызбалар дәл осылай сәйкес келеді екен. Келесі бізде балалар, бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшелері дейді, иә балалар. Келесі 18-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Отырар көне қала. Қаланың орны отырар төбе деп аталады. Бұл жерде қыш ыдыстардың қалдықтары көп. Отырар қаласында ұлы ойшыл Әбу-Насыр әл-Фараби туған. Отырарда сәулетті сарайлар мен мешіттердің болғанын дәлелдейтін жәдігерлер көптеп кездеседі. Қазақстан тарихы оқулығынан. Енді балалар, астындағы сұрақтарға жауап беруге, мәтінде қандай қала туралы айтылған? Қарамен жазылған сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді тап дейді. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Енді балалар, бұл жерде мәтінде не туралы айтылған? Қандай қала? Бізде мәтінде көне қаламыз отырар туралы айтылған екен, иә. Енді бұл жерде балалар, қарамен жазылған сөйлем бізде отырар көне қала деген сөйлем екен, иә. Бұл жерде балалар, отырар дегеніміз бізде не деген сұраққа жауап береді, яғни бастауыш. Көне қала дегеніміз бізде, яғни бұл да не деген сұраққа жауап береді, бірақ бұл жерде зат есімнен жасалған баяндауыш екен, иә. Сол себепті араларына сызықша қойылады екен, иә. Яғни отырар бастауыш, көне қала деген баяндауыш. Енді балалар, егер бастауыш та баяндауыш та зат есімнен болатын болса, олардың арасына сызықша қойылады екен, иә балалар. Келесі бізде балалар 19-ші жаттығу шығармашылық үзіліс, ребусты шеш дейді. Қала сөзінен екі сөйлем құрап жаз дейді. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын дейді. Енді балалар, бұл жерде 31 қар, сызықша ақ қала деген сөздер берілген екен, иә. Осы жерден біз ребусты шешеміз. Және де балалар, келесі бізде сұрақтар берілген. Bir сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндір дейді. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде ребустың жауабы бізде отырар қала екен, иә. Осындай ребустың шешуі шығады екен. Енді балалар, бұл жерде біз екі сөйлем құрады деп тұр, иә, қала сөзімен. Бірінде бастауыш, бірінде баяндауыш болсын дейді. Енді бірінші сөйлем бізде балалар, бұл жерде қала сөзі бастауыштың рөлін атқарып тұр. Алматы қаласы өте әдемі. Алматы не қаласы, иә, яғни бастауыш болып тұр. Келесі бізде балалар, Астана көркем қала. Астана яғни көркем қала дегеніміз бұл жерде баяндауыштың рөлін атқарып тұр екен, иә балалар. Яғни зат есімнен жасалған баяндауыш екен. Енді балалар, бізде бұл жерде айтатын болсақ, егер бастауышты, баяндауышты зат есімнен болса, онда олардың арасына сызықша қойылады. Яғни балалар, бұл жерде көркем қала дегеніміз бізде зат есімнен жасалған баяндауыш болып тұр, иә. Сол себепті бұл жерде Астана және көркем қала дегеннің арасына бізде сызықша қойылады екен, иә. Келесі бізде балалар 20-ші жаттығу, кім келіспейді ойыны. Ойынның шарты балалар,
ойын бастаушы төмендегі сөйлемдерді тақтаға жазып, оны тұрлаулы мүшелерге талдап беруді талап етеді. Талдауға шыққан оқушының пікіріне кім келіспейді деген сұрақ қояды. Келіспегендер өз пікірін дәлелдейді. Өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеп, дұрыс талдаған оқушы ойын бастаушы болады. Енді балалар, бұл жерде бізде 4 сөйлем берілген екен. Бірінші сөйлем: Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Екінші: апасы Түркістанда тұрады. Үшінші: ол таңертең Баянауылға соқты. Төртінші: біз Астананы араладық. Енді балалар, бұл жерде біз тұрлаулы мүшелерге талдадық. Тұрлаулы мүше дегеніміз, балалар өздерің білетіндей, жаңа танысқанымыздай, бастауыш пен баяндауыш. Бірінші сөйлемде балалар бізде Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Бармақшы сөзі не істемекші? Баяндауыш болып тұр. Келесі бастауыш, бұл жерде балалар Арман сөзі екен. Арман деген кім деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі балалар, екінші сөйлемде апасы Түркістанда тұрады. Тұрады не істейді? Баяндауыш болып тұр. Кім тұрады? Апасы тұрады. Яғни бастауыштың рөлін атқарып тұр. Келесі үшінші сөйлем балалар бізде: ол таңертең Баянауылға соқты. Не істеді? Соқты. Баяндауыш. Соқты. Кім соқты? Ол соқты. Бастауыш болып тұр. Келесі балалар, төртінші сөйлем, соңғы бізде біз Астананы араладық. Не істедік? Араладық. Бұл бізде баяндауыш. Кім араладық? Біз араладық. Яғни бастауыш болып тұр екен. Яғни біз бастауыш, араладық сөзі баяндауыш екен. Осындай балалар тұрлаулы мүшелерге өстіп талдайсыңдар балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етіңдер. Біздің арнамыздан сендер балалар қазақ тілі мен математика сабақтарының тегін сабақтарын оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.